сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тыңдайтындарыңыз сұлының пайдасы. Астық дақылдарының ішіндегі сұлы тұқымдарының өкілі сұлы өсімдігі халық арасында емдік шөп ретінде жиі пайдаланылады. Ежелден туберкулезге, мешел ауруына, сонымен қатар балалардың іші өткенде, қызуы көтерілгенде, тершеңдік пайда болған жағдайда сұлының сабаны мен тұқымының ботқасы қолданылған. Бұл өсімдіктің маусым және шілде айларында жиналып алынған сабаны мен тұқымдарының емдік қасиеттері зор. Сұлының тәж-дәрідес тата руын базидиалды класына жататын пуссина короната корда бар авене саңырауқұлағы қоздырады. Сұлы өсімдіктерінде патогеннің уредаспоралық кезеңі дамиды. Алғашқы инфекция ауа арқылы таралады. Спора сұлы жапырағының үстіне түскеннен кейін оның эпидермалық қабатынан орталық мезофильдік ұлпаларға енеді. Өсімдіктің қоректік заттарын пайдалану арқылы жапырақ астында жеке дара орналасқан споралық массаларды пустулаларды түзеді. Пустулалар ұлғая келе жапырақ эпидермисін жарып сыртқа шығады. Бұл кезде оның уредаспоралары шашылып жапырақтың басқа бөліктерін және көрші өсімдіктерді қайта залалдайды. Бұл үдеріс қолайлы жағдай сақталған кезде сұлының көктеу кезеңінен пісіп-жетілуіне дейін жалғасуы мүмкін. Уредаспоралар ауа ылғалдығы жоғары кезде және қоңыржай температура жағдайында қарқынды дамиды. Күзде ауа температурасының төмендеуіне байланысты сұлы жапырақтарындағы уредаспоралар қара түсті телейтоспораларға айнала бастайды. Табиғаттағы инфекция қолайсыз кезеңдерінде телейтоспоралар арқылы сақталады. Сіздердің тыңдағандарыңыз көрнекті дәрігер, медицина ғылымдарының кандидаты, құрмет орденінің иегері, ұлттық ғылым академиясының профессоры, шипалы емдеу орталығының директоры Қайрат Айдарханұлының еңбектерінен алынған пайдалы кеңестер.